Біз неге сіздерді ортаға бірге шақырдық? Білем, көңіл көтердік, тойладық, тойға бардық, бірге жүрдік. Бірақ ол деген жеке кездесу дейтін сөз емес қой. Жеке кездесу деген сөз емес. Бір жерде оттық қой бәріміз. Мен айтып тұрмын ғой, ол жеке кездесу емес деп. Бірақ жеке кездесіп бір шешімге келдіңіздер ме? Тойдың үстінде білдірмей, бізге де басқаға да тілдесіп қалып деп айтып көрейін. Бәлкім дұрыс, бәлкім бұрыс. Әліштер тойдың ортасында ешкімге білдірмей шығып кетеді. Кімнің тойы десеңіздер, Айбек пен Эдуарданың тойына барлығымыз қуанышқа атсалысып барған болатынбыз. Ешкімге білдірмей тойдың ортасында шығып кетеді. Жарайды, енді ер азамат қой, шықсаң, енді өзінің көлігі бар, далаға шығатын деген секілді. Одан кейін, 1-2 минуттан кейін аягөзді далаға шыққысы келіп қалады. Одан кейін аягөз кетеді далаға. Сөйтсек, Әлішер өзінің көлігін қыздырып, далада аягөзді күтеді. Одан кейін аягөз тым болмағандай, жай ғана танымайтын бір көлік сияқты барып, жайғаса салады да, менің үйім мына жерде апарыңыз деген сияқты. Немесе келекеміз сөйлесіп алайық, осы анық нүктесін қояйық. Қай кезет деп бір еске түспей атса? Әлішер күтіп тұр. Аягөз барып жайғасады көлікке. Одан кейін екеуі дым болмағандай екеуі сөйлесіп, әңгімені соғып, білмеймін енді. Ары қарай білмеймін. Не болды екен дейсіз? Ал енді мен айтып берейін. Тойдан басталды. Бір кешірім сұрайын. 15 минуттан кейін келесі видеоны көріп алайық. Ол машина әлі де тұр, аягөз әлі түскен жоқ. Әлішер екеуі сол жерде отырды. Ішінде тіпті Әлішердің бетін бір аягөз түзеп жатыр ма? Соны айтып берейін. Енді ана жақтан қатты көрінбейді ғой, дұрыс түсінбей қалатын шығар. Жалпы тойға келгенде, мәселе тойда емес. Жалпы екеуміздің айырылысып кеткенімізден бастап, мен айттым, үміткер күтпеймін дедім. Мен өзіммен добиваться етемін дедім до конца да, аягөзге. Сол бір тойды мен өзім осы бір сәт шығар деп өзім түсіндім. Енді тойда вальс билегенімізде бар. Көрдік. Көрдіңіздер, көрсетіп биледім әдей десең. Келгеннен бастап бір жүрек тыныштық таппады, шыны керек. Мен енді жіберіп қойған жоқпын деген сияқты мен бір мынандай дүние былай істешікші, екеуміз кәдімгідей сөйлесейікші. Неге тыныштық таппады, соны айтыңызшы. Неге тыныштық таппады? Себебі басқа жігіттер аягөзді биге шақырған кезде іште бір алай-дүлей болды ма? Әрине. Сол себепті содан қызғандыңыз да, аягөз жүр сөйлесейік дедіңіз. Жоқ, сөйлесуден бұрын Бауыржан мырза былай ғой, негізі вальс билеген кезде, сол кезде сіздер көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме, менің бетімнің нашарлығы болып кетті негізінде. Оны қасымда отырғандар болды, менде өйткені қазір ауру болып жатыр, кожаный. И сол кезде тойда уже билеп болғаннан кейін бетіме қатты шығып кетті да ол дүниелер. Сіз әбір жүрген сияқты дейсіз ба? Жоқ, әбір емес, ауру жүрмін. Ауру ол кәдімгідей, акне деген ауру. И сол момент қатты шығып кеткен кезде мен айттым, мен уже отыра алмаймын дедім да, сол кезде вальсқа шақырып мен айттым, негізінде бар ма, бетімді жуып, қайтадан жөндеп алайын, қазір постқа шығу керек деген сияқты туралайтын дүние. Бұл маған бар деді. Мен айттым, онда мен қазір шығып кетем, машинаға кеп, бет жөндеп алайыншы деген сияқты қылып айтылды негізі вальс билеп жатқан кезде. Жалпы ол бір сізге кешірім сұраймын, Әлішер. Жаңа сіз айтқан дүние қатты ашуланған кезде, сол кезде бір қатты қозып, қатты шығып кетеді, дұрыс па? Ол да бар ғой, енді оның бәрі. Неге ашуландыңыз деген сұрақ қой, сол жерде жатыр ғой, Әлішер. Жоқ, енді жалпы антракт болып жатыр, антрактта билеп жатыр, мен отырмын енді мысалы. Енді ол бір андай, мен ол кезде ешкім емеспін жарайды. Негізі Әлішер, былай болды ғой, сіздің ашуланып кеткеніңіз, соңында вальске шақырдыңыз, антракттың басында аягөз басқа бір жігітпен биледі. Және ол жігіт қайта тіпті қолынан тартып, биге қарай шығарғаннан кейін менің ойымша сіздің ашуыңыз бетіңізге шықты. Содан кейін сіз биге шақырдыңыз. Ол жігітті енді бәріміз танимыз, атын атамай қойық. Бірақ меніңше ситуация солай болған сияқты. Солай болды. Қызғаныш сезімі болды. Іштей жаман болдым, шыны керек. И содан кейін уже сөйлесу керек деген әңгіме болды, бітті уже. Мынау патолог болып тұр. Либо бар, либо жоқ қол керек деген әңгіме болды, шыны керек. Бірақ сол моментте шынымен де қатты қызғаныш болып. Кешірім сұраймын, келесі сұрақ. Осы жерде бірге жауап бере бересіз ғой. Сонда міндетті түрде сіз қызғану үшін тойға бару керек болды ма? Сонда бір сол ситуация болмаса өзіңіз сөйлеспейтін бе едіңіз? Жоқ, Бауыржан мырза, олай емес. Мен басында аягөздің тойға баратын білген жоқпын негізінде. Потом барып естідім тойға барады деген нәрсені. И сәл сол моментте біртүрлі болдым басында, бірақ осы шанс ау дедім ғой сөйлесетін бір момент. Как раз енді бәрі болады.
конкретно Мүмкіндік сол жерде бар секілді. көзінше иә барып сөйлесіп шешкім келді. Өйткені уже болды, мен осы ары қарай уже шыдай алмайтын сияқтымын деген сияқты болып, и сондай бір ситуациядан ситуация артынан кетті негізінде. Бірақ барынша сол сөйлесу мақсатында болды. Мен негізгі тойға барған себебім деп айтпай ақ қояйын. Бірақ Жақсы, не сөйлестіңіздер, не шештіңіздер, қалай шешілді, не